Сәлеметсіздер, сабағымызды жалғастырамыз. Біз алдыңғы сабақта абстракт класс туралы айтқанбыз. Абстракт класстың әдеттегі класстан айырмашылығы онда осы абстракт әдістердің анықтамасының болуы. Яғни осы секілді әдістердің анықтамасы. Жалпы әдіс емес, тек қана анықтамасы болады. Оған кілт сөз абстракт қосамыз. Содан кейін оның мұрагерлерінде, яғни мына ағаш есіктегі мұрагерінде осы әдістерді қайталай жазады. Сөзсіз қайталай жазғаннан кейін барып қолданады. Яғни мына override деген осы әдісті сөзсіз қайталай жазу керек. Енді біз бұл сабағымызда жалғасты осы турасында. Яғни біз алдында мынадайды айтқанбыз. Адам деген класс жазып алдық. Адамға қатысты қасиеттерді жаздық. Одан кейін әнші деген класс жаздық та, осы адам деген класстың мұрагері етіп белгіледік. Ондағы басты себеп адам де әнші де адам, яғни көптеген мазмұндарды осылай жинақтап жазып алуымызға болады. Қайталай жазудан сақтану үшін біз адам деген класстың ішіне мына айнымалдарды белгілеп, тамақ жеу деген барлық адамда болатын құбылыс, солардың бәрін жазып алдық. Содан кейін біз әнші деген класста оларды қайталай жазып жүрген жоқпыз. Ал өзімізге қажетті ән айту деген классты қостық. Және де тамақ жеу деген әншілерде өмірден ләззат алу, ол әдеттегі өмір сүру ғана емес деп біз осылай қайталай жазып алғанбыз. Енді бізде мынадай жағдай бар деп ойлалық. Мысалы, шегіртке деген бір класс қосалық. Шегіртке деген класс. Бұл шегіртке деген біз білеміз, бұл жәндік шырылдап ән айтады. Шырылдап жаз бойы ән айтады. Паблик ойд, бұда бір әдіс бар деп есептейік. Ән айту деген әдіс бар. Ән айту. Содан кейін бұда да message box show дегеннен кейін ән айту дейік. Ән айту. Енді біз осылай жазып алғаннан кейін біз осы шегірткедегі ән айту деген қасиетпенен әншідегі ән айту деген қасиет екі жерде жазылып тұр. Сондықтан біз осы ән айту дегенді бөлек шығарып алсақ, мысалы, бұны абстракт класс ретінде алсақ, онда біз былай жазамыз, және де бір класс қосалық. New класс десек, содан кейін класс, ол жерде ән айту деген бір класс қостық. Осы класста біз абстракт деп алайық. Абстракт. Содан кейін бұда жаңағы ән айту деген әдіс бар. Ән айту деген әдіс бар. Содан кейін бұл абстракт класс болғаннан кейін біз бұған бастысы абстракт қосуымыз керек. Public abstract класс, сосын ән айту деген классты қостық. Мынау енді мына атымен бірдей болып қалдық. Сондықтан атын ұқсатпайық. Ән деп қоялық. Ән айту, ән деген әдіс жаздық. Мына класстың атымен бірдей болмау үшін. Болмаса ән салу дейік болды. Ән салу. Енді біз егер осы кезде мына шегіртке деген классқа мынаны мұрагер етсек, ән айтуды мұрагер етсек, онда мына жерде бұл ескерту береді. Мынаны қайталай жаз дейді, мынаның ішіндегі абстракт классты қайталай жаз дейді, яғни ән салу деген жазамыз. Ал енді, яғни шегірткеде ән айту, ән салу деген әдісі болды. Енді біз бұны апарып жаңағы әншіге беретін болсақ, бұл жерден қазір қателік шығады. Біз мынаны
because it's дейді мынаны. Темір есікке баралық. Мынаған баралық ағаш есік. Алдында мысалдың ішінде мынаны қосқанымыз соның қателігі. Оны елемей қоялық. Енді жаңалап көрейік міне. Бұл жерден қателік шықты. Не үшін дегенде, бұл арада мына жерде тұр, екі класты бірдей осыған екі кластың бірдей мұрагер бола алмайды. Яғни әнші екі кластың бірдей мұрагер бола алмайды. Бірақ бізге шынымен сондай жағдай қажет болса, не істейміз дегенде, онда жаңа білім осы сабақтағы интерфейс деген үйренеміз. Енді интерфейс деген осындай мәселелерді шешуге арналған. Яғни осы екі тал, мына жерге сөзсіз түсініп алыңыз. Екі класты бірдей екі класты бірдей екі кластың мұрагері бола алмайды. Бұны C# тілінде осылай шектеген. Яғни бұл басқа тілдерде болады, кейбір тілдерде болады, бірақ C# тілінде екі кластың мұрагер бола алмайды әдетте. Ал онда оны қалай шешеміз дегенде, осы жаңа білім интерфейс дедік. Интерфейс деген, енді біз мына ән айту деген, бұл класс емес. Сосын бұда public деген болмайды, өзі автоматты public. Оны интерфейс деп жазсаңыз болған. Жаңағы кластың орнына интерфейс деп жазсаңыз болған. Мен мынаны өшіріп тастап қайта жазайын. Мынаны өшірек. Мысалы, мына жерде мен класс ретінде қосам, әділді класс деген қосам, бірақ бұны жазған кезде басқа класстардан айырмашылық болу үшін интерфейстегі I деген әріпті бірінші жазасыз. Мысалы, мына жерде I дедік, сосын NI2 дедік міне. Яғни міне I, NI2. Мына жердегі I деген осы интерфейс жазғандағы өлшем. Яғни мына интерфейс. Бұны жерде класс дегенді өзгертеміз, интерфейс деп. Мынаны осы интерфейс екенін білу үшін I деп жазады. Әдетте жазбасаңыз да болады, бірақ осы C# тілінде өлшем. Біз алдында тағы бір нәрсені айтқанбыз. Делегейттегерді артын handler деп алады деп айтқанбыз. Handler. Бұлар делегейтте солай өлшем. Делегейттегі өлшем handler деп алады. Но интерфейсте осы айнымал жазғанда, яғни осы кластың аты секілді атын жазғанда, оның алдын I-мен бастаймыз. Енді осының ішінде тағы да ұқсас. Мыналарда тағы бір ұқсамастан, мына public деген жазудың қажеті жоқ. Өйткені бұл сөзсіз public болу керек. Сонда ғана барып соның ролы болады. Бұның ішіндегілерде де public жазудың қажеті жоқ. Жазбасаңыз да public болады. Public сосын бұл NI2 деген әдіс жазатын. I2 деген әдіс. Енді мынау міне интерфейс дайындап алдық. Оның ішінде NI2 деген бір әдістің тек қана анықтамасы бар. Енді біз жаңағы шегірткеге баралық. Шегірткеге бардық. Осы интерфейс жаздық. Содан кейін мынаны өшіп тасталық. Біз бағана ән салу деп жазғанбыз. NI2 бола берсін. Содан кейін мынаны бассақ, міне осыны қайта жазады, public void. Бірақ бұл жерде есіңізде болсын, override емес, таза осы әдістің өзін жазды. Бұл жерде енді шегіртке ән салады. Message box show. Шегіртке бұл жерде шырылдап ән салады. Енді бұл мына I and I2 деген интерфейсті мұрагер болып, соның ішіндегі әдісті жазып отыр. Ал енді біз жаңағы әншіге баралық. Әншіге бардық.
енді барып жазсақ, бұл дұрыс болады. Дұрыс болғанда бұның ішінде ән айту деген бар міне қазір. Енді мынаны алып жазсақ қате болады. Енді осы өйткені мынаны интерфейстің ішінде жазған әдісті сөзсіз соның мұрагерлерінің ішінде сөзсіз қайталай жазуыңыз керек. Мынаны басып жазсаңыз да болады, болмаса қайта жазсаңыз да болады. Міне ән айту дегенді өзі қосып берді. Болмаса өзіңіз осылай қосып жазасыз. Содан кейін message box show. Бұл кезде енді әнші ән айтады деген сөз. Ән айту деген. Енді қарасаңыз, осы арада біз қандай жұмыстар істедік дегенде, бірінші адам деген класс жаздық. Бұл класс. Осының әнші мұрагері болды. Және де ән айту деген интерфейстің де мұрагері болды. Бірақ интерфейстің бір сөзсіз артықшылығы ол ішінде жазылған мына анықтамаларды, яғни әдістердің анықтамасын сөзсіз соның мұрагерлерінде қайталай жазу керек мынау секілді. Енді бұл не үшін керек дегенде, осы секілді кейбір нәрселерді өзім былай интерфейс ретінде жазып алуымыз керек. Бөлек жазып алуымыз керек. Одан кейін соны керекті жерлерде, мысалы шегіртке сөзсіз ән айтатын болса, онда ол шегірткені осының мұрагер ретінде белгілеуіміз керек. Осыған жазуымыз керек. Сонда оның ішінде сөзсіз осы ән айту деген әдіс жазылу керек. Ұмыт қалмайды. Ал енді мына әншіде де ұқсас. Ол әнші болу үшін сөзсіз ән айта алу керек. Сондықтан біз оған осы әдіс жазуымыз керек. Енді бұл осы системамызда өте көптеген қолданыстарға ие. Біз қарайтын болсақ, мысалы мынау қазір window деген класстың мұрагері болып тұр. Енді оған біз F12 деп баратын болсақ, міне бұл control'ың бір мұрагер болып тұр. Біз енді оған барсақ, ол міне control'ың мұрагер болып тұр, және I added a child дейді. Міне I дегенді көрдік қой. I дегеніміз интерфейс екенін білдіреді. Атынан біліп қоямыз. Біз алды I-мен басталса, атынан білеміз. Added a child дейді. Міне осы интерфейстің мұрагері болды мынау. Енді мынаның ішінде қандай әдістер бар? Сөзсіз added a child, added a text деген екі әдіс бар екен. Оны жаңағы осының баласында сөзсіз осы екі әдіс қайталай жазылу керек. Осылай үздіксіз бірін-бірі қайталап отырған. Мысалы мына controlға баратын болсақ, бұның ішінде де кете береді. Framework element деген. Міне жерде мынау класс, UI element деген класс. Ал енді мынаның бәрі алды I-мен басталған. I super, I framework input element дейді, I input element, I query embed дейді. Осы секілді системада өте көптеген қолданылады. Енді бұны бір қарасаңыз, бұлар бір өлшем. Яғни осының мұрагерлері сөзсіз осы әдістерді жазылу керек деген сөз. Осы әдістер сөзсіз осы интерфейсті қолданған мұрагерлерінде осы қайталай жазылу керек деген сөз. Сондықтан біз кей жағдайларда осылай интерфейсті қолданамыз. Ал интерфейс өзі public жазбасаңыз да public деп қабылдайды. Мынада да public. Ал класста біз білеміз, класста егер public жазбайтын болсаңыз, ол private болады. Private. Енді осы мына жерде мысалы public жазбасаңыз private болып кетеді. Осының балалары қолдана алмайды деген сөз. Ал енді мына жердегі класстың public болуы бұл арада өте көп рөл атқармайды. Бірақ біз осы жеке library ретінде құрып алатын болсақ, сол кезде рөл атқарады. Бұны кейін айтамыз. Бірақ бұның да өзіндік ролы бар. Қазір біз бір проекттің ішіндеміз. Енді мына жерде мен тағы да бір library құратын болсам, мына жерде new project деп, содан кейін барып біз жаңағы library, мына жерде .NET Core, міне класс қайда кетті?
library, .NET стандарт library біз осылай құратын болсақ, мынаны мен мысалы common енді осы классты мен мынаның ішінде қолдана алу үшін осы public болу керек. Мына прожекттің ішінде. Осы прожекттің ішіндегіні мен мына прожекттің ішінде қолданам десем, онда public болу керек. Болмаса, тек қана осының ішінде қолданбақшы болсаңыз, онда private болса бола береді. Ал енді мынаны қолдану үшін екі басқыш керек. Біреуі мынаны біз қосуымыз керек. Project reference деп, мына command-ды қосуымыз керек бірінші. Екінші, мына класс public болған болу керек. Содан кейін барып біз осы класстың ішінде, яғни біз мына класстың ішінде мына жерге баралық. Common десеңіз жаңағы үлкен мына сыртқы library-дің аты, содан кейін барып міне класс бір деп тұр міне. Біз қолдан алдық, тауып алдық, яғни. Ал енді біз мынаны әзір public-ті алып тастадық. Енді барып қарайтын болсақ, міне қателік шығып тұр. Болса нүкте қойсаңыз шықпайды. Сонда мына жердегі public-ті біз түсініп алуымыз керек. Осы public-ті. Енді бұл тек қана public емес, internal дегенде бар. Бұл осы common деген аттар кеңістігінің ішінде ғана қолдануға арналған осы internal деген. Ал private деген сыртқа жабық деген сөз. Сондықтан біз жаңа класстардың көбінде public деп алып жүретініміз сол себеп. Ал енді біз жаңа айтып өткен мына I and I2 дегендер, олар біз жазбасақ та ол public деп санайды. Сондықтан біз соны біліп аламыз керек. Бұның өте жазбағанның келер кетері жоқ, бірақ жазбаған жағдайда бұл public. Сосын бұның атын жазғанда біз I-дан бастап жазуымыз керек. Одан кейін бұл кейін мысалы қандай жағдайларда қолданылады дегенде бізде екі база бар болса, мысалы біреуі MySQL, ал енді біреуі SQL сервер. Енді бұлардың қолдану барысындағы ролы ұқсас, яғни базаға қосады, сосын өзгертеді, базадан өшіреді, және де тексереді, төртеуген тексереді. Осы төртеуген. Осы төрт әдісті бір интерфейс ретінде белгілеу керек. Яғни интерфейс ретінде белгілеп, кейін ол MySQL-ге келген кезде оның жазылу ұқсамайды, SQL серверге келгенде жазылу ұқсамайды. Бірақ олар осы төрт заңдылыққа бойсыну керек. Осы төрт түр жазылуына бойсыну керек. Сондай жағдайда осы интерфейстерді қолданамыз. Одан кейін біз қазір N-I2 дегенді бір интерфейс қып алдық. Енді яғни күй шерту дегенді бір интерфейс. Және де әрқайсысы бір артықшылықтарды жеке-жеке интерфейс ретінде белгілеп алатын болсақ, сол артықшылығы барларға осы интерфейсті қосып берсек, сол артықшылығы сөзсіз осының ішінде жазылу керек. Мысалы, N-I2 деген шегіртке үшін де артықшылық, әнші үшін де артықшылық. Енді шегіртке жәндіктердің ішіндегі ән айтатыны. Сондықтан біз оған осыны қосып береміз. Өйткені ода сөзсіз ән айту болмаса, ол шегірткенің рол білінбейді, көрінбей қалады. Басқа жәндіктерден айырмашылығы болмай қалады. Ал әнші де сондай. Әншіге де осыны қоссақ, сонда бар ол ән айтса ғана ол әнші болады деген сөз. Сол секілді осындай жағдайларда қолданамыз.